Негізі кез келген асабаның өз алғашқы тойы қызық болады. Менің алғашқы тойым. Ол өте ерекше болды, және де маған шабыт сыйлайтын болды. Шабыт сыйлайтындай той болды. Менің ең алғашқы тойымда 700 адам болды. Ол кезде ешқандай бір асаба мектебі жоқ, ешқандай бір нақты кітап жоқ дайындалатын. Біз негізі ол тойға үйлен той деп дайындалып барғанбыз, бірақ ол үйлен той емес, сүндет той болып шықты. Оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы Шәуілдір деген жерде 700 адамға той. Сонымен не керек той басталды. Енді Шәуілдірдің тойханаларын білесіздер, ол жақта Шымкенттің тойханалары мынау жоғары жақтан былайша айтқанда баспалдақпен түседі. Жоғары жақтан түсіп келе жатырмын. Фанфар берілді, свет жағылды, 700 адам маған қарап тұр. Шыны керек, ана 700 адамның мысы бастыма, шыны керек, оның үстіне мен кішкене тойға дайындалмағандығым бар. Шыны керек, сөзім қалдым. Қайтамда планшетке сценарий жазып алғаным жақсы болды. Сол сценарийге қарап, сәлемдесіп, жақсылап өйтіп тойды бастадық. Баланы шақырдық. Ол жерде қос баланың сүннет той болды. Ортаға шықты, ортағаны 2-3 рет айналдырып, нағашысы аттан түсіріп алды. Сонымен не керек, тойды бастап кеттік. Бірақ қобалжу әлі басылған жоқ. Қалай болады, не болады? Тойдың әлі басы, қол деген дірілдеп кеткен мына жерде. Сонымен енді микрофонды қолмен дірілдеген білдірмеу керек қой. Сонымен микрофонды сол қолға лақтырамын, сол қолдан оң қолға сөйтіп әйтеуір тойдың не керек ортасына келдік. Ортасына келгенде кәдімгі қобалжығанымыз басылып, былайша айтқанда шыны керек, бір көптен бері той жүргізіп жатқан сияқты бір сол ортаға үйреніп қалдым шыны керек. Бірақ той бітті, бірақ той иесі өте қатты ренжіді. Сендерді мақтап еді, сендерді үйтіп еді, ой, мықты асабалар, уайымдамаңыз, ұят қалдырмайды деген сияқты еді. Сонымен той иесі өте қатты ренжіп, айқайлады, енді ренішін білдірді өте қатты. Бұл сендерге көптен бері күткен немеренің қуанышы еді. Бұл сендерге практика алаңы ма, сендер осы жерге стажировкада өтейін деп беріңдер деген сияқты. Сонымен енді алған 5000 теңге бұл жерде. Не керек, басым салбырап. Бірақ сол жерде мен өз-өзімді қайрадым, өз-өзіме мақсат қойдым. Құдай қаласа, мен мықты асаба болам. Кәдімгі сұраныстағы, елдің сұранысындағы мықты асаба болам. Маған анау адам қол жетпейтін болады деген өзім ішіме, өз-өзіме серт беріп, өз-өзім қайрап кеттім. Аллаға шүкір, содан бері көптеген дайындықтың арқасында, көптеген кітап оқулардың арқасында, еңбектің арқасында асабалыққа жеттік, үлкен компания аштық, әртүрлі бағытты қазір компаниялар ашып жатырмыз, асаба мектебін аштық, Аллаға шүкір. Сондықтан да осы уақытқа дейін өзімнің басымнан өткен көптеген кемшіліктерді қазіргі жас асабалар қайталамасын деп, біз қазір асаба мектебін аштық, көптеген кітаптар шығарып жатырмыз. Сондықтан баршаларыңызға сәттілік.